айт намазға тамақ ішіп баруға бола ма? Осы айт намазға оразадағы мына ертеңгі айт намазда тамақ ішіп барады. Кәдімгі тәтті тамақтарды, күшті тамақтарды халва деп жазылған. Халва, өрік, мейіз, құрма, солардан бір тәтті нәрселер дайындап. Енді біздің қазаққа тура биыл ерекше наурызға жазасаңыздар, апайлар, қарындастар. Ертең ерте тұрып айтқана, наурыз біз қазақпыз ғой өзі. Өзіміз салтымыз дегенде бәріміз өкпеміз жарылып кетеді. Енді осындайды көрсетпейсіздер ма? Ерте тұрып күйеу балалардың бәрін жақсы көйлектерін кигізіп, міне таңғы сағат 3-те тұрып, мен ақ көйлекпен отырмын міне. Жаңа свежий күшті. Мен өзіме приятный ақ көйлек киген. Сол сияқты ақ көйлегін жуып, тазалап, балалардікін, өзіңіздің күйеуіңіздікін жақсылап жуып, ақ носки кигізіп, айналайын деп міне жіберіп, содан кейін тәтті тамақ дайындап қойыңыз. Айт намазға, мына айт намазға тәтті тамақ жеп барады. Құрбан айттың намазына аш барады. Неге? Өйткені тезірек барып айт намаз оқып, тезірек жүгіріп келіп, налево бармай, жүгіріп келіп құрбанды соя салып, соның етін қуырып, сорпағып жеді.